Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі менің дайындайын деп жатқаным тез әрі оңай дайындалатын, енді пицца деп айтсам болады. Үйде екі жұмыртқаларыңыз болса болды. Үйде қатып қалған наннан не жасаймын деп ойлап жүрсеңіздер, осы асты дайындап көріңіздер. Мен қазір сіздерге бұның жасалу жолын көрсететін боламын. Ең бірінші нанымызды осылай бөліп аламыз. Тамағым ауырып жүр, даусым біртүрлі болып тұр. Кешірім сұраймын, сонда да видео түсіріп тұрмын. Міне, нанымызды осылай барлығын бөліп алып ыдысымызға саламыз. Өте қатып қалған нан болса да ол жұмсарады. Үйдегі отбасыларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Міне осылай барлығын үгітіп аласыздар. Енді орта бөлке нандай қажет. Одан аз болса да, көп болса да болады. Енді өздеріңіз қарайсыздар. Үйде қандай заттар бар, соның барлығын қосып дайындауға болады. Міне менде осындай кішкене қатып қалған наннан тастауға обал осындай ас әзірлеп жатырмын. Тез әрі жұмсақ. Осылай барлығын үгітеміз. Қатты нандардың барлығы ол жібімей қалады демеңіздер. Барлығы қазір сүтпен араластырғанда жібейді. Мынау шет жақтары мүлдем қатып қалған екен. Сонда да мен қолмен осылай үгітіп жіберіп жатырмын. Бір дайындағаннан кейін бірнеше рет дайындайтын боласыздар. Турап сорпа ішкенде әсіресе сорпаға салып үйдегілер жеп қояды. Тастауға обал. Мен көріп тұрғандарыңыздай барлық нанды осылай қолыммен бөліп алдым. Міне осындай болып тұр. Міне екінші ыдысымызды алып аламыз. Оған екі жұмыртқамызды саламыз. Екі жұмыртқамызды салғаннан кейін былғап аламыз жұмыртқамызды. Міне осылай былғады. Енді сүтімізді құямыз. Сүтіміз 250-300 граммдай. Енді осыған міне бір шай қасық тұз және орта қасық бұрышымызды, бір қасық паприкамызды саламыз. Бұл енді әдемі түс беру үшін осылай былғап аламыз. Міне сүтіміз осындай болды. Енді осыған нанымызды саламыз. Бөліп алған барлық нанымызды саламыз. Міне енді сүтіміз, барлық тұзымыз, бұрышымыз, приправамыз және нанымызды салдық. Енді осыған менде үйде осындай ғана ерітілген сыр бар екен. Соны ақырын салып жібереміз, араластырып қазір қолымызбен. Міне барлығын саламыз. Тұрамыз. Барлығын. Перчаткаға істесеңіздер де болады. Енді өздеріңізге қалай ыңғайлы. Үйге жасап жатқаннан кейін осылай, маған осылай ыңғайлы болып тұр. Мен нанымыздың барлығы жұмсарып жатыр. Түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Папамыздың қағазымызды төсеп алдық. Енді жауыспау үшін майлап аламыз. Осы нанымызды осылай жайып шығамын.
мендегі сковородка дұрыс болмай тұр. Басқа сковородка алатын, сондықтан осылай пешімізге салайын деп жатырмын. Алдағы видеоларымда тез дайындалатын пиццаның түрлерімен бөлісетін боламын, сондықтан менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Қонақ келгенде дайындалатын тәттілерді, дастарханға қойғанда сәнін келтіретін әдемі астарды қалай бір рецептпен жасауға болатынын үйретемін. Сондықтан каналға тіркеліп алыңыздар. Мен осылай барлығын салып алдым. Енді қазір пешімізге саламыз. Міне бүгінгі дайындаған менің асым. Қазір сіздерге ортасын көрсетейін. Жұмсақ осындай болып пісті. Жасап болыңыздар рецепт бойынша. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.